Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Махаббат қызық мол жылдар. 2 бөлім. Оқытушы кеткеннен кейін екеуден қатар отырған қыздар бір-бірімен күбірлесе күлісті де, командамен бұрылған бір взвод солдаттай болып, тегіс кеуделерін қозғап, жүздерін аудиторияның ең артында отырған маған қарай бұрды. Түнде далада машинамен келе жатқаныңызда алдыңыздан жайылып жүрген қоян кездеседі. Қоянды көре сала оған машинаның фарын бақыттай қойса, қашудың орнына ол байғұс мені ат дегендей болып, артқы екі аяғымен тік иіп, құлағы селтиіп тұра қалатын. Машина жарығына бір ілінгеннен кейін, қоян сорлыны бір атсаң да, 5 атсаң да сол орнынан қозғалмайды. Тек оқ тигенде ғана тұрған жерінде жалп етіп құлай кетеді. Қыздардың бәрі маған бұрылғанда, мен де сол қоянға ұқсап орнымнан апалақтап атып тұрдым. Егер сол сәтте қыздардың бәрі мені көздеп, махаббат мылтығының шүріппесін басып кеп қалған болса, солардың бір сыпыра бытырасы дәл осы күнге дейін өне бойымда жүрген болар деп ойлаймын. Орнымнан атып тұрғаннан кейін, әскери машық бойынша жалмажан гимнастеркамның етегін төмен қарай тартқылап, қыртысын белбеуге сұққан бармақ арқылы кейін қарай сырғыта бастадым. Ұзын аудиторияға 2 қатар қойылған парталардың есік пен терезе жақ шетіндегі қыздар сол бұрылған күйлерінде қозғалмастан отырып қалды да, ортадағы қыздар орындарынан тұрып маған қарай аяңдады. Өзіме қарай келе жатқан олардың тақтай еденді тық-тық басқан дыбыстарын естігенде, жүрегім атакаға шығар алдындағыдай дүрс-дүрс соғып қоя берді. Ал жолдас, сізді студент болуыңызбен құттықтаймыз, деді көмірдей қара шашты, жазық маңдай, қызыл шырайлы күлімкөз қыз менің қасыма келіп. Маған ол сондай сұлу боп көрінді. Бұл жанағы мен аудиторияға алғаш кіріп, рұқсат сұрағанда мырс етіп күліп, рұқсатты кірмей тұрып сұрамаушы ма еді деген қыз болар деп мелшерледім. Мен рахмет деп басымды идім. Қыз тағы да мырс етіп күліп жіберді. Құттықтау үшін бе, әлде амандасу үшін бе, маған сүйріктей саусақтарын созды. Алдымен қолды өзім бермегеніме, 2 бетім ду ете қалып, мен де алақанымды ұсындым. Қыздардың қол ұсынысып амандасқанда алақанын су құятындай шұңқырайта қойып, саусақтарының ұшы жігіттің қолына тиер-тиместен тартып әкететін әдет емес пе? Мен өзіме 4 жыл соғыстан кейін алғаш ұсынылған қыз қолының алақаныма төсеп қойып, солдатша құшырлана бір қысармын деп ойлаған едім. Тот басқан темір іспеттес күсті алақаныма қыздың қолы емес, ұстай бергенде ұша жөнелген торғай қанатының ұшы тигендей болды. Мен бұған мүлде абыржып қалдым. Өйткені солдаттар бірінің қолын бірі қатты қысып амандасады. Олар үшін қол беріп амандасу ләззатының өзі сонда. Бәлкім қыз қолын жаңа маған бермеген шығар. Бәлкім ол қайта ұсынатын болар. Сонда дұрыстап қысармын деп үміттендім. Бірақ қыз енді қолын қайта бергетін белгі танытпады. Менің білегім жау танкісіне қарай көзделген зеңбірек стволындай серейіп созылды да қалды. Қайта әкетуді қолайсыз көрдім. Менің осы күйімді аңғарған екінші қыз шапшаң ілгерірек шықты да, «Ағай, сәлеметсіз бе? Құттықтаймын» деп қолын берді. Мен бұл қызға сонша разы болдым. Биік қабақ, бота көз, осынау ақсары қыз маған барлық қыздардың сұлуы сияқты боп көрінді. Бағанадан қысылып, не істерімді білмей сасқалақтап тұрғанымен, қыздың қолын қатты қыспай демеп ұстап, тез босатып жібердім. Мен оның өзімді қолайсыз күйден құтқарғанына қуандым. Бар абыройды жапқан бетімнің бояу жұқпас қоңырлығы болды. Іштей қанша қысылып қиналсам да, өмірі өңімнен белгі білінген емес. Өңімнің дүрдік ерін, жалпақ бет, шойын қарғалығымен өмір бойы осыдан өзге тапқан пайдам жоқ. Тағы да еден тықылдады. Тізеден келетін юбкадан шыққан түп-түзу 2 сирақ киіктің лағындай қаздаңдап қасыма және тақай берді. Үстіне киген ақ кофтасы ақ мамықтай үлпілдеген, қас кеуде қызыл ерін, аққұба қыз жымиғаны жаныңды майдай ерітіп, еліп келіп ол қолын берді. Одан соң қос бұрымы жер сызған, биік өкше етігінің аттағаннан аялдағаны көп, балдай шұбатылып, жібектей ширатылған сұрша қыз 2 аттам жерге буыны құрығандай былқ-сылқ етіп, әрең жетіп, қарлығаш қанат қасын кере, қаймыжықтай жұқа еріндерін жай ғана жыбырлатып, кер маралдай керіліп, ол да қолын созды.
Оның артынан жасында балалар үйінде тәрбие алып өскендерін таныта шаштарын иықтарына түсіре қидырып, сол әдемі қолаң шаштарын, жауырындарын жаба жайып жіберулерінің өзі жігіттің жүрегін бірден бүлк еткізетін. Қыр мұрын қыпша бел, бірі нәзік, бірі толықша, екі әдемі қыз ақ тістерін жарқырата көрсетіп, бірінен соң бірі амандасты. Қойшы, не керек? Сөйтіп мен қыздардың жұмсақ ып-ыстық қолдарын ауыртып алмайын деп еппен ұстап, бірінің соңынан бірін қыса бердім. Олардың қолдарын алып жатып, ақырын ұрланып жүздеріне, көздеріне қараймын. Уыздай уылжыған, алмадай албыраған, бүйректей бұлтиған, мамықтай үлбіреген беттерді, қарақаттай мөлдіреген, қап-қара көздерді, жүрекке жебедей атылған Катюшаның оғына ұқсас ұзын кірпіктерді, жаңа туған жіңішке айдай немесе егіншінің қол орағындай иілген сүйкімді қастарды бірінен соң бірін көріп, елтіп елжіреп, панорамалы кинода отырғандай басым айналып, жығылып кете жаздап тұрмын. Сол қолыммен партадан қапсыра мықтап ұстап алмаған болсам, сол сәтте гүрс етіп құлап кетуім де ықтимал еді. Осы мүшкіл күйімде тыныш тұрмай, Жағалбайлы елінен жайыққа қыз іздеп барған Төлегенді есіме алдым. Ол да осы мен сияқты бір қыздан соң екінші қызды көріп, есі кеткен еді. Тау басында қарағай Төлегеннің мінезі болып кетті баладай. Осындай болып әр жерден 11 қыз өтті сәулетпен. Бәрі де қалды жарамай деп келетін бала күнде қызға жаттаған қисса жолдары ойыма оралды. 40 шақты қыздың қасынан өткен Төлегеннің ол күні қандай күйде болғанын білмеймін. Ал өзімнің 15-тей қыздың қолын ұстағанға бір шара қымыз ішкендей мас болғаным аян. Әр қыздың алақаны қолыма келген сайын электр еріткіші тиген қалайыдай балқып елжіреп бара жаттым. Барған сайын қызуым артып күйіп кететін сияқтымын. Егер 30 қыздың қолын түгел ұстаған болсам, онда мүлде еріп кеткен болар ма едім, кім білсін. Өзімнің осы күнге дейін аман жүргенім, бәлкім сол күні аудиториядағы қыздардың бәрінің қолын тегіс ұстағанымнан да шығар деп ойлаймын кейде. Менің бақытыма қарай алғашқы амандасқан қыз қайтадан тіл қатты. «Жә, өзгелерің отыра беріңдер», деді ол басқа қыздарға қолын сермеп. «Қалғандарың кейін амандасасыңдар, қазір басқа шаруа бар». Басқалар күле түсіп орындарында отырып қалды. Бір сыпыра қыз мені қоршай түрегеп тұрды. «Ал жолдас, сөйлеңіз», деді әлгі қыз даусын әндете созып. Мен бір оған баяндама жасап беремін деп уәде қылғандай-ақ. «Не сөйле дейсіз?» дедім, сәл ыржия түсіп. Бұл арада мен ыржалаңдайтындай ештеңе жоқ еді. Тегі көп қыздың мысы басып қысылғанымнан сөйткен болуым керек. Бұрын бір қыздың бетіне бедірейе қарай алмайтын басым, енді бірнеше қыз өзімді ентелей қоршап алғаннан кейін сойған қасқырдай боп ыржиғанымды қайтейін. «Қайдан келдіңіз?» деді қызыл шырайлы қыз көзін ойнақшытып. «Германиядан». «Соғыстан қайтқандардың бәрі Германиядан келеді қыз. Я қыздар?» деп қызыл шырайлы қыз достарына қарай бұрылды. Олар қыздың мені әзілмен қағытып тұрғанын сезіп, ақырын ғана жымиысып қойды. Оны мен де сездім. Сондықтан да жаңағы жауабымды қайта толықтырып, «Берлин түбінен қайттым» дедім. «Түбі деген қай жер?» деді қыз мүләйімсіп. Қыздар мырс етісіп қалды. «Шпре деген өзеннің жағасынан» дедім мен де сәл қысыла түсіп. «Берлинге тақау жер». «Ә», деді қыз менің жауабымды түсінген болып. «Берлинде болдыңыз ба?» «Болдым». «Рейхстагты көрдіңіз бе?» «Көрдім». «Берлинде болып Рейхстагты көргенім тергеуші қызға әсер етті-ау деймін». «Берлиннен келген жігітті бүйтіп әурелемейік» деді ме? Кім білсін, ол сұрағын саябырлатып сәл бөгеліп қалды. Ол үндемеген соң басқа қыздар да менен беттерін бұрып төмен қарасты. Қолға түскен тұтқындай болып олардың ортасында төмен қарап мен тұрдым. Қыз қайта сұрақ қойды. «Соғыста командир деген болады дейді, рас па?» «Рас», дедім мен басымды көтеріп. «Ә», деді қыз даусын соза аңқаусып. «Сіз командир болдыңыз ба?» «Жоқ» деп қалдым да артынан «Я, болдым» деп басымды изедім. Қыз сықылықтап күліп жіберді. Оған өзге қыздар күлкісінің күміс сыңғыры қосылды. «Жоғыңыз қалай? Я, болдыңыз ба? Қалай?» деді қыз күлкісін сәл басып, қара көздерін одан сайын ойнақтата түсіп. Мен жайымды айттым. «Кіші командир болған едім» дедім. Кіші деген сөзді бекер айтқанымды кеш біліп қалдым.
Бірақ айтқан сөз атқан оқ деген. Өкінгенмен оқты кері қайтара алмайсың. Не де болса ақырын күттім. Ақыры бұлай болып шықты. Жазық маңдайы жарқырап, қыз тұрған жерінен сәл кейін шегінді де, менің бұзаубас керзе етікті аяғыма бір, әлі шаш өсе қоймаған тықырлау басыма бір қарап, шомбалдау боп біткен тәпелтек бойымды лезде шолып өтті. Содан соң ол менің бойыма, басымнан аяғыма қарай қайтадан көз жүгіртті. Өң бермеген Құдай маған құнттап бой да бермеген ғой. Қыз байғұс бейнеттеніп қанша қарағанмен бәйтерек емес, 1,5 метрден азақ асатын тапал бойға қанша бөгеледі. Жуантық келген жұмыр мойнын бір жағына қарай бұрды да көрініп тұр деді ақырын, бірақ барлық қыздарға естірте айтты. Әскерде кіші командир үлкен командир болатын, оның білмейтіні маған беймәлім. Алайда ол менің кіші командир болдым дегенімді бойымның кішілігіне апарып сайды. Әдейі сөйтті ме жоқ білмегендіктен солай ойлады ма, оны да аңғара алмадым. Әйтеуір қыздар оның көрініп тұр дегеніне ду күліп жіберді. Басымды қайта-қайта сипалап өзім де күлдім. Қыздар күлмеңдер деді, ол түсін суытқан болып. Күлкен, анау журналды алып келші. Гүлдей майысқан бір қыз оқытушы столының үстінде жатқан журналды алып келді. Мені тергеуші қыз оны қолына ұстап тұрды да: «Мұнда курста староста болады, білесіз бе?» деді. Ішімнен мені тым тақымдап тұрған староста екенсің ғой деп ойладым да басым дезедім. Қыз сөзін қайта жалғады. Староста студенттердің бәрін тізімге алады. Мен тағы басым дезедім. Қыз енді маған маңғаздана қарады. Мен староста емеспін, бірақ бүгін староста жоқ. Сондықтан сізді тізімге алу құрметі маған тиіп отыр. Осылай деп ол журналды ашты. Фамилияңыз кім? Есенов. Атыңыз Ербол. Қыз саусақтары майысып отырып, журналдың ең соңына Есенов деп жазды да қайтадан бетіме қарады. Ербол, сіз соғыста ер болдыңыз ба? Бұл сұраққа не айтарымды білмей және бөгеліп қалдым. Жоқ, жұрт қатарлы дедім ақырын. Бәсе, кеудеңіз сылдырламайды деді қыз. Мұнда да оның қай мағынада айтқанын аңғармадым. Кеудеңде орден медальдарың жоқ дегені болар деп түйдім. Ал менің орден медальдарым жеткілікті болатын. Тек оларды студенттер арасында мақтанған сияқты болып көрінбейін деп таңертең университетке келерде кеудемнен бір-бірлеп ағытып, түскен үйімде қалған зат қапшығымның ішіне салып кеткемін. Бірақ қызға дәнеңе демедім. Қыз журнал бетіне үңіліп тағы да сұрақ қоя бастады. Осы кезде сыртқа шығып кеткен бірен-саран қыздар да аудиторияға қайта кіріп жатты. Қай жылғы туғансыз? 1922 жылы дедім күбірлеп. Қаттырақ айтыңыз деді қыз менің жауабымды ести тұрса да. Семья жағдайыңыз қандай? Әйеліңіз бар ма? Жоқ. Сүйген қызыңыз бар ма? Мен басымды шайқадым. Қыздар естіп отырсыңдар ма деді ол жан-жағына қарап. Ешкім үндемеді. Ту, қойсаңшы Қанипа деді. Осы кезде отырған қыздардың біреуі орнынан тұрып, бізге қарай аяңдап, ағайды соншама әурелегенің не? Тергеушідей жауап алып.